Жылмен айқалар ақ тілекпенен басыңа бақыт байланар. Құшақ толып гүлге жақындармен бірге әр жыл сайын ай тойланар. Қызық сауық сайран көңіл шат мәз мейрам мерекеге бұл күн айналар. Бүгін сенің туған күнің, зор денсаулық тілеймін, бақытты өмір сүргін жаныңда болсын деймін. Ашар көңіл сырың жан серігің. Бүгін сенің туған күнің, аман болсын ата-анаң, тарту еткен ғұмыр әр күніне жаратқан, төксін шуақ нұрын ойнап күлгін. Толқаттасып қуаныш кернеп тұр жаным, арасында дос жарың туыс туғаның. Ән мен жыры бие, жылы сөзбен сыя кіргізер сәнін думанын. Есіңнен кетпейтін, еш нәрсе жетпейтін ең бақытты күн туған күн. Бүгін сенің туған күнің, зор денсаулық тілеймін, бақытты өмір сүргін жаныңда болсын деймін. Ашар көңіл сырың жан серігің. Бүгін сенің туған күнің, аман болсын ата-анаң, тарту еткен ғұмыр
амандық саулық сұрасқан, көңілдерінен күн ашқан, тойлары тойға ұласқан, айналдым алты алаштан, амандық саулық сұрасқан. Бүгінгі күннің жақсылығын қашырмайтын, жамандықтың нуларын татырмайтын, ұлы өссе ұлағатым деп білетін, қызы өссе қызым деп ақылдайтын. Біздің қазақ қашанда осындай ғой, асабаға қол соқпай отырмайтын дейді да. Бүгін міне болашақ бүтінді, келешегі күтімді, төскейінен мал сабасына үсіп кетпеген жолайлар әулетінде, яғни Шалқар атамның отбасында, Ержан ағам мен Жанат жеңгемнің әулетінде дүбірлеген үлкен той екен ағайын. Бұндай қуанышқа бір шапалақ ұрсаңыздар, нұр үстіне нұр болар екен. Бәрекелді. Ал жалпы бүгінгі тойдың боларын бір аялдың білгеніміз, дұрыс па? Бір аялдың Ержан ағам сағат 4-ке бәйтеректе той болады деген. Дұрыс, барлығымыз естідік, дұрыс па? Естігі, бір маған Ержан ағам айтты, Жандос деді, сағат 4-те тойды бастаймыз деді. Мен айттым, Ержан аға, никогда қазақтың тойы уақытлы басталмайды, 6-да бастаймыз дедім. Сосын Ержан ағам айтты, бала, той менікі, 4-те бастаймыз деді ба, 4-те бастаймыз деді. Мен айттым Ержан ағама, егер сағат 4-те бастайтын болса, 3 тойыңызда бесплатно жүргізіп беремін. Сол күннен бастап маған қобалжу пайда болды. Мына Ержан ағамның достары, ағайындары боқыреме келіп қалып, тойды 4-те бастап, 3 той бесплатно басқаратын болып қалармын деп. Құдайға шүкір, сіздердің арқаларыңызда той 6-да бастап, 3 тойды платно басқаратын болды. Жамалар қойыңыздар. Бәрекелді. Ал, мына жап-жас асаба шықты да, шапалақ деп митче қойды демеңіздер, әр нәрсенің өзінің себебі болады. Мысалға, алақанымыз қышта не істейміз жолайлар? Не істейміз? Сүйеміз, шапалақ ұрамыз, табанымыз қышта не істейміз, достар? Жол жүреміз. Ал, жалпы қазақ халқы дейді да, мына мұрны қышта не істейді дейді? Ішеміз дейді амайыз, тойлайды дейді. Ал, қазақ халқының бір жері қышмаса еш нәрсе істемейді дейді өзі. Сіздер қатты шапалақ ұрып отырыңыздар, менің шабытым осы той керемет етеді кәнекіші. Орнымыздан тұрып, мойнымызды бұрып, бүгінгі той иелерін керемет айқай-шумен, шапалақпен қарсылайық. Тұрыңыздар шейін, жалпы орнымыздан тұрып қалайық. Мықты дайындалып келген бе, достарыма, нағашыларыма. Ал, жоғайлар! Молодец. Кішкене бір сіздерге бір жетіспей тұрып бір нәрселер, витаминдер. Ал, достары! Молодцы! Құдалар! Балықлар кетейін деп тұрау. Ал, олай болса, асабаның алаңына бүгінгі той иелерін жолайларда, яғни Ахмет ұлымыз бен Жанайым қызымызды өз ата-анасымен айқай-шумен шапалақпен қарсылайық. Шпермай естіген дейді. Сіз Ержан аға, мен ойлап едім бір жай жүремін ма деп. Сіз бірінші кеттіңіз, мына бала шаға ізіңізден ерім. Молодец! Жалпы отоласқандарыңызға неше жыл болды Ержан аға? 9 жыл, 9 жыл алдың Сөгітті елінде жаңа шаруада мына Ержан ағам мен Жанат жеңгем тойды осылай бір айналып өткен. Дұрыс па? Енді
9 жылдан кейінгі міне жетістіктері өз жетістіктерімізбен де бір айналайық деді. Ал Ержан аға, батыр жаман болса дейді, ділмәнің кетеді, ұлың жаман болса күшің кетеді, жарың жаман болса жиған тергенің кетеді, келінің жаман болса мейманыңмен қосып иманың кетеді, ал қызың жаман болса түбіңе жетеді дейді. Бұл халық дүйім жұрт сіздің қызыңыз бен ұлыңыздың жаман болсын деп емес, жақсы болсын, осы елімізге өз еңбегін сіңірген бір азаматтар болсын деп жиналып отыр. Тамаша! Ержан аға, тойлардың көріп жылының талайын, жақсылыққа тола берсін маңайың. Жолайлар әулеті шалқарадан той жасауда, тойларыңыз той қаласын деп айтайын деп бір орындарына шығарып салайық. Ержан аға, жіберіп қоясың. Тамаша, бәрекелді. Қателік болып жүрер жасымызда. Танытқанда қалқасын қағып беріп, бір күлшені бөліскен асымызға дейді. Олай болса бүгінгі тойымыздың бет-пердесін, ақ дастарханымызды ашып берсін деп, осы әулеттің Ержан ағамның Асқар Торғай әкесін Шалқар мен және де Ахмет ұлдарыңыздың нараша әжесін құдағайымызда Айна құдағайды асабаның алаңына ойнап келе шақырып келдіңіздер. Тамаша, рахмет. Шалқарада тап бір тойдың ақшасының бәрін өзіңіз көтеріп жатқандай настроениеңіз шықтыңыз ғой. Былай істейік, бір құдағаймен билеп көрейікші бір. Билеп алайық. Тамаша, келістік па? Дұрыс емес па? Құда мен құдағайды бір билетіп көрейік, иә? Тойдың басында жібер, әке шешемізді бір билетіп алайық. Жібер. Бәрекелді. Ал, олай болса, бүгінгі тойдың ақ тілегі, ақ батасы өздеріңізден. Шалқарада сізден бастаймыз ба? Той баласын. Так, құрметті қадірмен бүгінгі кештің қонақтары, міне бүгін біздің Ержан баламыздың барлары, соның ішінде жанайымыздың мектепке баруы, Ахмет немеремнің бір жасқа толық құрметіне келіп отырсыздар. Сол міне бүгін осындай қуаныш үшін сіздерге ақ дастарханды жайып отырмыз. Осы балаларымның осы бүгінгі жасап жатқан тойларын жақсы көңілді өткеріңіздер. Дастарханымыз ашық. Енді міне сол балаларымның әжесі, нағашы әжесі Айна құдағай. Құрметті Ержанның кластастары, құдалар, жолайлар, өзімнің туған туысқандарым, тойға келдіңіздер, қош келістер деймін. Екіншіден, мына Ахметтің бір жас тойы бүгін. Ахметтің атын өзім қойып едім. Ахмет Байтұрсынов атасына ұқсасын деп. Қазақтың тілін дамытқан, қазақтың тілін қанша қиыншылық көрсе де тіл үшін күрескен. Мен сол үшін қойдым Ахмет Байтұрсынов атамыздың атын. Ахмет Байтұрсыновтай Ахметжан тілді болсын, білімді болсын, дені сау болсын. Ержан мен Жанаттың атын көкке шығарсын, көтерсін. Адам баламен көгерет көктей. Сол баланың қызығын Ержан мен Жанат, құдам Шалқар, туған туысқандар барлығы сіздер де сол уақытқа дейін жетіп, Алла тағалам сол күнді көрсетсе, мен де соның ішінде болсам, мен бақытты санар едім өзімді. Міне жанайым медикке барып жатыр. Жанайымға да тілейтін тілегім, білімді бол айналайын.
Жолайлардың атын көкке шығар, көкке көтер. Жақсы қыз бол, білімді қыз бол, ақылды қыз бол. Мен соны тілеймін. Денсаулығысыз. Ең керегі денсаулық, балалардың денсаулығы болсын, әкесі мен шешесі сау болсын, атасы ортасында жүрсін. Ол бір үлкен бақыт. Мен нағашысымын ғой. Мен сырттан тілек тілеймін. Балдарымның бақытты болғанын. Сол үшін жолайлар өз нағашыларым бір жағы. Нағашыларыма мына жолайлар отыр ғой мінекей енді. Алла осыларға той болып үйлерінде осындай гүрілдеген той істеп, сол тойда осы ағайын жұртының бәрі отырсын. Сол тілекті тілеймін. Тілейтін тілегім осы. Ержан Жанат алда да бақытты болыңдар, жоғарыда көрініңдер. Рахмет, маэстро. Айналғай, жалпы сырттан тілесеңіз де, іштен тілесеңіз де, қазағымды жетелеме армандарға, өмірде орындала бермейді армандарда. Сауғарға, құсқынғарға, қарағарға, 300-ге бөлінеді қарғаларда. Бір-бірінің көздерін шұқымайды, қатарласып қонсадағы жардан жарға. Қарға егеш, қарғалардың ынтымағын осы екі құда мен құдайға берсең, арман бама деп бір қошамын деп. Рахмет, маэстро. Ал, шалқарада, тоқтап тұрыңыз. Бауыржан Момышұлы айтады дейді. Қайрат етер кезінде жүк көтерер нардай бол, ақыл айтар кезінде мың жасаған шалдай бол дейді. Жалпы осы арамызда Ержан ағаның үйінде мың жасаған шалдай болып Ахмет пен Жанайымға өз үлгіңізді, өз тәрбиеңізді беріп жүре беріңіз. Той тойға болсын. Рахмет, маэстро. Тойымыз ашық. Бұл дастарханда қайнаған шайда от та бар, натуральный сок та бар, түрлі водка бар. Солардың барлығы құйылсын, достары болса сүйінсін, дұшпаны болса күйінсін. Осындай Ержан ағам мен Жанат жеңгемнің жиған тергені дәл осындай тойларға ғана бұйырсын деймін. Енді өзі қазақ халқы айтады ғой, ішіндегі жыланның бетін қайтармайынша ешкімге қарамайды дейді. Олай болса сіздер жыланның бетін қайтарып алыңыздар. Асабаның алаңына Теміртау қаласының кереметтей әншісі, өнердегі бауырым Есбол атты әнші жігіттеріңіз шақырып бір ән соғады. Той қаласына қайын. Anama bana kim olmaz, bir de bana ben seni hep birlikte
сөгетін. Бір қонақ бар, бір шыбыртпен айдайтын. Ей тамада, неғып маған сөз бермейсің деп қоймайтын. Сөз берілмей қалып жатса сол жанға, төбесінде бір тоқшаудың қайнайтын. Бір қонақ бар, сіз секілді жайнайтын. Жұрттың тойын өз тойындай тойлайтын. Міне осындай болса екен бәрі де, күліп билеп жанарына тоймайтын. Жақсы қонақпын дегендерін қол соқсын. Қазағымның үйінде той думаны көп болсын деген. Орныңызда отырып кереметтей бір ойын ойнайық. Жалпы мына Ержан ағам мен Жанат жеңгемнің жақсы көретін сериалдары бар екен. Сол сериалдардың өлеңдері айтылады, сіздер қандай киноге тамасыздар? Біріншісі, кет. Нұрхан ағам үндемей болсын. Кет. Рахмет. Бақырмаймыз, қол көтереміз. Ода. Денис, ана сұртма, ана сұртыңыздар. Екеуміз бір дейді, екеуміз деме шығыңыздар. Екі адам айтуға болмайды. Келіңіздер, құлашылар шақырып алайық және кеше. Рахмет, маэстро. Жалпы екі адам айтуға болмайды. Сіздерге штрафной. Өлең айтасыздар ма, би билейсіздер ма, вальс ойнайсыздар ма? Ал, олай болса бір билеп берейік. Маэстро келді құлашады. Екі құлашаға арнап, құдаларға арнап, керемет бір ән болса, бұл екісінен керемет бір би болады. Жібер маэстро. Екеуі де дайындықсыз келген. Отырыңдар, екі. Отыр. Штрафной, сіздерге приз жоқ. Қалай істейді? Келесі кино, келесі, келесі жібер, екіншісін. Қол көтереміз. Рахмет, маэстро. Не бол дейсіз? Юсуф, сіз кино көрмейсіз ау деймін? Ал, балықлар, қандай кино? Бригада дейді, жібер маэстро, бригада. Тойдан топқайды. Мен бірінші рет естуім бригадада Юсуф түсіп жүргенімді. Бригаданың ішінде де түріктер бар ма, апа? Бірінші рет естуім оны. Ал, келесі үшінші кино, кет. Рахмет, маэстро, тоқташ. Мына кісі өзі қыз жібектер жақ кетіп барады екен, келіңізші. Бірінші топ қойды. Бірінші топ. Жалпы жезден ғой. Жезден болғаннан әзілдесін. Қандай кино? Жібектен қыз жібек, молодец. Қыз жібектер отырып алып, мынаумен кәншік турайтын еді. Сөз үйіңізге барып сәбіз турасыз. Той аласың. Рахмет, маэстро. Келесі. Келесі. Ал жолайда. Сұлтан Сүлейманмен бірге кәт ойнап отырасыз. Той отырасыз. Молодец. Рахмет. Келесі. Рахмет, маэстро. Қандай? Жоқ. Малым міне Нұрекен тапты. Жоқ. Біздер нақтап керек Нұреке. Нақтап керек. Сіз келіңіз. Штрафной сізге. Бір билеп кетесіз. Келіңіз.
емес, точно. Кеттік, келесі кино. Қандай? Ну, погоди деп тұрса айтты, Гаухар мама. Молодец. Керемет, тамаша. Ал, кереметтей кинолардың тамаша әндерінен кейін жалпы Теміртау жастығымның гүл мекені күндерім зулай күн өтеді. Барымызды нар, жоғымызды бар қылып жүрген осы әулеттің нағашыларына кім жетеді дейді. Олай болса, Ахмет пен Жанайым қыздарыңыздың нағашылары Айна Құдағай бастаған топ, Гүлсім Жайнар және де Жанат келіндеріңіздің нағашылары Бақжан, Сұңғат, бөлелері Ырыс, Ринат атты құдаларды асабаның алаңына ойнап билеп жатыр. Осы қонақтармен қоса Нұрғиса Қуанай атты нағашыларын да шығар деп жатыр. Жібер маэстро. Рахмет маэстро. Ал нағашылары, өзіміздің анамыздан бастайық, Айна Құдағайдан бастайық. Және келіңіз Құдағай. Өзіңіз керемет етіп бастап беріңіз, ұлдарыңыз жалғасын. Той боласын. Құрметті қонақтар, міне жаңа сөйлеп айтып кеттім ғой. Ержанның үйінде бүгін үлкен той, Шалқар құданың үйінде. Шалқар құданың үйінде той, үлкен той. Қошаққа қойыңыз. Жанайым мен Ахметтің тойы жаңа айтып өттім ғой. Екі балаға тілейтін тілегім, дендері сау болсын, Жанайымның мектепте алғыр болсын, білімді болсын, Ахмет дені сау болсын, тезірек жүрсін енді. Соны тілеймін Алладан, дені сау болсын. Үлкен тойдың себепшісі мына балапандарымыз бір мектепте балдарын аттап кішкентайлар бірге толып жатыр екен. Мен тілеймін, Жанат, Өлем, Ержан әрі кластасым, жақсылықтың бәрін тілеймін. Отбасыларында бақыт, денсаулық, ойлаған арман тілектеріне жете беріңдер. Атасының адал перзенті болсын балаларым әрқашанда. Сендер осылай той жасап беріңдер, саған сендерге де осылай той жасап берсін балаларым. Бақытты болыңдар. Айна Құдағай айтып жатыр. Мына жерде қазақтар болса тыныш отырсын, орыстар болса түш дейді. Бәрекелді. Ақ тілек тыңдайық, келіңіз. Кеш жарық, құрметті қонақтар, міне бүгін үлкен қуаныш, үлкен той. Оған себепші мына менің жиен апам Жанат пен жездем Ержанның балдарының тойы. Мына Жанайым қызымыз үлкен қыз болып өссін. Ахметжан ел сыйлайтын азамат болсын. Мына атам мен тәтем ортамызда өстіп әдемі болып жүре берсін. Ержан жақсы көретін жезделерін білсін. Әрдайым үйіңде қуаныш болсын. Жанат екеуің бақытты болыңдар, тек қызықтарыңды көрейік. Бақытты болыңдар. Ержан, Жанат, тойларың құтты болсын. Әрқашан осында тойларға келе берейік, дастархандағы тойларға жайсын. Не дейміз? Балалардың әрқашан биіктен көрініп, үміттерін ақтайтын азаматша болсын. Сол бақытты болыңдар. Осында отырған адамдардың, қонақтардың барлығының той болсын. Той болсын. Жанат, Ержан,
Құтты тойларың әрқашан осы Ақтаржылған тегіне жарып үйінде әрқашан той болсын, дендерің сау болсын. Дейміз, мынау осы өсіріп жатқан ұл қыздарың әрқашан дендері сау болып, биіктен көріне берсін. Главное, денсаулық. Шарап, Миржан, я бүгінгі тойларың құтты болсын. Балдарың қызығын көріп жегенде кімнің жарайдың сумкадан құтты болсын. Жақсы баға, биіктен көріп, үлкен оқуларын тойлап, осылай қызыл диплом жуып отыра берейік. Ахметтің өмірі ұзақ, дені сау, ертеңгісінде той, үйлену той, соның бәрі осы ағайын туыстың арасында осындай жүре береді. Ең бастысы дендерің сау болсын. Балалардың қызықтарын бірге шыға қарағай, осылай сендердің қызықтарыңа тоймай жүре берсін. Тамаша, айтқан ақ тілектеріңіз Алланың періштелердің оң құлағына шалына берсін. Шай қызғы сабарғы, той қызғы падарғы деп. Сый-сапаттарыңыз тапсырып, арнайы нағашылар үшін бір би болады, сол биге билеп-билеп орнымызға жайғасақ. Жіберім аясына. Ахмет пен Жанайымның тойы болған. Бүгінгі тойға шын ниетпен, бүгінгі тойды мен қызықтырам деген 4 жігіт асаманыңнан шықсыншы. 4 жігіт. Ана. 4 жігіт. Жігіттерден. Кәне, отқа да суға да түсетін жігіттер бар ма Ержан ағам үшін? Келіңіз Ержан аға. Рахмет маэстро. Ержан аға, ана жерден бір көріңіз. Нағашылар жақтан, туысқандар, достар 4 жігіт шығарып беріңіз. Сіз үшін отқа да суға да түседі. Нұрғалым шығады нағашылардан. Рахмет маэстро. Нұрғалым ағам қонақ қой, Акон ағам шықсын мұнда дейді орнына дейді. Келіңіз бабам, келіңіз. Асықта. Мына достар жағынан шығара беріңіз, достар жағынан. Достар жақтан бекет шығады. Бекет аға келіңіз. Келіңіздер. Бүгін шын Ержан ағамыз сыйлап келген кісілер келсін. Бекет аға сосын кім? Құдалар жақтан Сұңғат шығады. Сұңғат аға келіңіз. Сәке. Келіңіз аға, сіз келіңізші. Молодец, құдаларға шапалақ отпайыңыздар. Тамаша.
Иә. Әне, өтірік дейді мына кісілер. Нұреке, мынаны аша бер қазір сен. Айфонды аша бер. Бәрекелді. Олай болса былай істейміз сіздерге. Былай тұрып алыңыздар, төртеуіңіз. Жалпы ән айтамыз қазір. Кім қандай ән білетін ән емес. Олай істейміз қазір маэстро жігіттерден кез келген бір ән ойлады өзі. Сіз мысалы өзбекше өлең айтасыз. Қандай өлең айтасыз? Айтыңыз. Любой қазақша. Қазақша, я? Онда қазақша өлең айтасыз. Келсіз қой. Сіз өзіңіздің қазір әлемге танылып жүрген Димаш Құдайбергенов бар ғой. Соның әнін айтасыз. Дайындалып тұра беріңіз. Сіз өзіңіздің туылып өскен жеріңізден жалпы Өзбекстандын айтасыз. Сізге енді қай ән түседі, соны айтасыз. Келсіз ба? Бірінші болып келетін сіз келіңіз. Қазақстан. Бірінші ана өлең білесіз ба? Диетаның өлеңі бар ғой. Шынарау атты өлеңі. Білмесеңіз тыңдап жіберем маэстро. Шынарау деп шақырсам шықпай емен. Осы өлеңді айнытпай салып беруіңіз керек. Жалпы бүгін той, бүгін думан, баршаға шарт бірдей. Келсіз ба? Тағы ғой, тағы тыңдап алсын. Слуха сынады болсын. Деп шақырсам шықпай емен. Дәл осылай. Келсіз ба? Көрейік кәнеге. Мен соққысын жібереді. Кет. Көрейік кәнеге. Көрейік. Сынап көрейік. Айтып көріңіз. Келмей ма? Мына кісі оң. Мына кісі қай жағынан келіп тұр? Жездем. Жездеңіз ба? Сізді сыйлап келді ма? Сыйлап келмеді ма? Сыйлап келді, я? Ән айтып қандай ән айтасыз олай мысалы? Бірақ қиын ән керек. Қандай ән? Сіз дайындап тұрыңызшы. Сіз дайындап тұрыңызшы. Мына кісі өлең айтады. Өзбекстаннан бастайықшы, келіңізші. Өзіміздің туымызды мына жерде бар ғой, сындырып жіберуіңіз керек. Қазір бір өзбекше өлең қойылады. Маэстро жіберші өзбекшені. Рахмет. Келсіз ба? Мына кісі мен аяғым қалды ма? Ағасы таңғалмаңыз. Таң, үйді ғой, жіберші тағы жібер, плюс соғын. Бұны главный жүрекпен айту керек. Келсіз ба? Көрейік бен. Келсіз бе? Болмай атырма. Плюс соқсын тағы, міне. Жаңа сенбей атыр, айфонды кетті. Міне, сенбей жатыр едіңіздер. Өтірік деп мына Нұрлыбек жеңшем сенбей атыр еді. Міне жеңшем. Көрдіңіз, тоқтап тұрыңыз. Көрдіңіздер, ә? Ержан ағам шығарып отыр бүгінгі тойға. Шын, ешкімді алдап отқан жоқ, видеоға түсіп отыр. Міне, айфон алды, 64 кетті. Ержан ағам шығарып отыр. Ал, келіңіз, құда. Жоқ, осы өлең, арнайы осы өлең Өзбекстаннан жіберіліп отыр. Осы құдаларға айтқызшы деп. Плюс соқсын жіберші, тағы дайындалайық. Рахмет. Енді мен соқсын. Біледі екенсіз ғой құда. Мына жерде қыздар шашы жұлып жатыр. Молодец. Пока бас жүлде. Көрдіңіз, ә? Өзбектерге приз алып кетіп жатыр. Келіңіз енді сіз. Бірінші көрейік. Қандай ән екенін көрейік. Димаш Құдайбергеновтың әнін жіберді. Келсіз ба? Жоқ, айтамай деген болмайды ағасы. Бүгін той, дұрыс па Нұрхан аға? Достар ма? Біздердің ұстазымыз айтып жатыр. Рахмет, келіңіз. Күйеу ма? О, бала деймін. Расты, кел. Айтамыз. Айтуымыз керек бүгінгі тойға. Штрафной қыламыз қазір. Штрафной енді басқаша штрафной болады. Кім айтпайды, штрафной 5.000 теңге шығарып
шығып кете береді. Дайындалып тұрыңыздар. Кеттік ал. Келіңіз аға. Тағы плюс өксін тыңдаймыз ба? Айтып жүрген, бұрын осыны айтып жүрген. Айтып жүрген ба? Плюс өксін ғой. Музыка плюс өксін. Рахмет. Мен соқсын ғой кеттік. Интонацияңызды алып айтыңыз. Не болды? Жоқ, басқа сіз жалпы Ержан ағам айтты, бұл кісі мені сыйлап берді. Осы кісіні шығарып, өлеңді мықты айтады. Кәне көрейік деді. Әудебейдің қазақ жоқ жалпы. Әудебейдің қазақ жоқ. Мүмкін бағыңыз жанып бүгінден бастап жұмыс өтіп кетіп, iPhone 6 салып кетесіз ба? Барлығы да мүмкін. Дұрыс па? Кеттік. Мен соқсын жіберді. Рахмет, тұра беріңіз, сіз тұра беріңіз. Сіз екеуіңіз айта алмайсыздар, иә? Келin енді. Балықлар сайын деп тұр, Ержан ағамның нағашылары жалпы. Бұлар анау-мынауға атқа жандарым. Бұл балықлар анау-мынауға атқа жасай бермейді, мына күйеу балалар сияқты айта алмаймын деп. Қараңыз, жалпы төртінші ән жібер. Маэстро. Бәне, айтпайым деген әңгіме болған жоқ, бірден дайындалды. Көрдіңіздер ғой? Балықлар жасасын деген біледі. Жібер, мен соқсын. Тамаша. Өшір деп жабында, мынау жалпы жеңешем, туған жеңешем, сенбейді бұл біздерге. Өшіріп, мен соқсыз айтамыз, қараңыз. Көрдіңіз ба? Балықлар жасасын деп бір шамалап қойыңыздар ешкімге. Тамаша. Рахмет. Көп болса бір интернетке шығып кеткеніміз болады да. Тамаша. Рахмет. Айтпай дайынсыз ба? Дайын емессіз ба? Онда былай істейміз. Ал, бірінші құдаларды бір шабалап ұрдырмайықшы. Құдалар жеңіп дегенде шабалап ұрдырмайықшы. Тамаша. Рахмет, маэстро. Мына, балықлар жеңіп дегенде шабалап Рахмет, маэстро. Айфонды береміз ба? Оны сен шешесің ғой. Мен шешем ба? Кетті ғой айфон. Рахмет. Тоқта, өлең айтпаған кісілер қалсын. Міне, мына документ, тоқта, міне. Мынау документі, мынау 1 жылдық гарантиясы. 180 мың алып берген айфон, ешкім сенбеді, міне. Мынау талоны, гарантияның талоны. Бәрекелді, енді кез келген адамның бақжан кетуі мүмкін еді. Сіздер енді бұлай келіңіздер. Сіздерге штрафной, сіздер бір әнге билейсіздер өлеңді. Дайынсыздар ма? Сіздер енді өлең айта алмайсыздар, билейсіздер. Келсіз ба? Бір билеп көрейік. Хой, шамшама қарайды. Молодец! Тамаша, шабалап отмаңыздар. Керемет, шынсыздар деген кісілерге. Бәрекелді. Ал, олай болса, бесіктің жақсысы ағашынан, жігіттің жақсы болуы нағашысынан дейді. Осында Ержан ағамның жақсы болып жүрген себебі мына нағашыларының атынан берген келеді. Бакон ағам бастаған топ. Бакон ағам, Тойбек ағам, Нұрғалым ағам, Айсара жеңгем, Гүлбақыт апам, Жұлдыз жеңгем, Гүлбира жеңгем, Жәнібек ағам, Әлия жеңгемдерді жалпы балықларды асабаның алаңына шығарамын. Келіңіздер балықлар. Ержан ағамның нағашылары жасасын, кәнекі. Adamlıktın aklın göz tutar. Ay yazan
жинап отырған себебіміз Шалқарағанның отбасында Ершан жиеніміздің үйінде балдарының тойлары құтты болсын. Өсіп жатқан ұл қыздарының қызығын көріп, өзім сияқты, келін сияқты азаматтардың бірі болсын. Шалқараға сіздердің немерелеріңіздің қызығын көріңіз, тойларыңыз тойға барсын, нағашылар атынан кішкентай ғана сыйлығымыз бар, сол қабылдаңыздар. Кеш жарық қонақтар, бүгін жиналған сыйлығымыз Шалқарағанның немерелерімен Ержанның балдарының тойлары екен. Шалқараға немерелеріңіздің тойы құтты болсын. Осы балалар үйлену тойларында осында түрде отыра беріңіз. Ержанның балдарының бақытты болсын. Өздерінің ұстаған үлкен семьялардың бірі болсын да. Дені сау болып, осы үйде әрдайым той болсын. Болма өкпе алжа қапқа жоқ па қыздар? Үйге барып бір-біріңнің шаштарын жұлып жүрмеңдер, мен сөйлемедім деп. Ондай қыздар жоқ па? Тошты ма? Мына кісі ма? Тамаша. Нағашылар, сіздерге айтарым, бүгін қанша ішсеңіздер де шөлдеріңіз қанбасын, аққолар қонған көлдеріңіз солмасын. Барша нағашылардың жастары 130-ға кеп, пенсиядан басқа қызған жерлеріңіз қалмасын дейді. Той қаласын, бір музыкамен ойынға көріп барлықтарының іші күйіп жатыр. Нағашылар ғана билей ма, біздер де билейік деп жатыр. Олай болса, орнымыздан тұрып, бір 10 минуттық антракт жариялап, бір кәне билегәне жалын барда бойында, кетпесінше бөтен қиял ойында. Билегәне енді қашан билейсің, билемесең жолайлардың тойында деп келеді. Олай болса, жалпы биге шығарып 10 минуттық антракт. Жаным саған жете алмай, көзім қызады.
Kızınızdı alamam.